Ақ боз үй. 5 бөлім. Жаңа өмір. Ел шетіне кіргенін бастап, Хансұлудың таңырқауы көбейді. Бұлар қуғын сүргінмен жүрген жыл ішінде ел сиқы қатты өзгерген. Бұрынғы әр төбенің астында 5-10 үйден балгердің құмалағындай шашылып жататын ауылдар азайыпты. Оның есесіне құдық, бұлақ бастарында мол шоғырланып, желбіретіп, қызыл жалау көтеріп, сапырылысып, кірпіш құйып, қабырға қалап жатқан жұрт. Бұл ауылдар баяғы көп айтылатын жаңа өмірге қарай жүйткіп кетіп қалған. Шегенің айтуынша, ауыл жиналып, Жылыбұлақ басына қонған. Серіктікке ұйысқан. Енді ауыл жаңа жол деп аталады. Хансұлудың көзіне тастақ төбе етегінде мыңғырған қала тұрғандай көрінді. Сары беткей төсінде халық жыбырлап той өтіп жатқандай, өткен жыл ішінде дүние таза өзгеріп кеткендей. Хансұлудың есіл-дерті тезірек әке-шешесін көру. Назары ауылдан шеттеу тұрған ақ боз үйді танып келеді өз үйін. Бұрқ етіп көзіне жас келді. Ай қасқалдақ жасса кәлектеп, қарашы шеге мектепті қасқайтып салып тастапты. Әй маладес қозбағар, деп ждақай ат үстінде едіреңдеп айқайлап ұшып кете жаздады. Хансұлудың есіне шеге айтқан әңгіме оралды. Жаңа ауылға қозбағар басқарма болыпты. Баяғы жаман қозбағар сөйтіп елге тұтқа болған. Осының бәріне Хансұлу сенер сенбесін білмейді. Жақындай келе ауыл бедері айқындалды. Бұлақты жағалай тізіле қонған 50 шақты үй. Ауыл жұртшылығы жұмыстарын тоқтатып, иттерді шулатып, жақындай берген шолақ көшке самсап қарап тұр. Бір қатын жай тұрғанша Торқа кемпірді сөйлеткісі кеп: «Шешей-ау, Көзайдың кім десек қашып кеткен келініңіз екен ғой келе жатқан», деді дауысын саңқылдатып жұртқа естіре. «Әдірәм қалсын, келін болмай, құлақтың қызын, баламнан аулақ, о несі түгі», деп Торқа кемпір тұрған жерінде тулады. Шағын көш ауыл шетінде іркілді. Бала-шаға алдарынан жүгіріп шықса да, үлкендер жағы қарсы алуға асығар емес. Шеге көзбағарды көріп тұрса да, «О, басқарма, қайда басқарма?» деп дауыстады әдейі. Сүймен шотпен жерді төмпештеп жатқан қозбағар маңдай терін жеңіне сүртіп тіктелді. «Ау жолдас, мына еліңді қарсы ал», деп шеге жанын қуырып барады. Қомпиған қозбағар қолайсыз күйге түсіп көшке қарай аяңдады. «Сол-ақ екен, Торқа кемпір, әй» деді. «Қаншама қатын жанды болсаң да қайт кейін». «Апау, міндетім ғой». «Дәл міндетіңнің ішіне сиейін сенің, қайт деген соң», деп шақ-шақ етті шешесі. «Ойбай, мұндайын жықты көрсем көзім шықсын». Торқа кемпір отыра қалып сары беткейдің құрғақ топырағын жұдырықтады. «Апа», деді инабатпен адуын кемпірдің жанына келіп еңкейген шеге. «Апа, сабыр етіңіз, құлақ, банды деген сөздерді аңдап айтыңыз. Бұл үйлер біздің ауылға ГПУ-дың бұйрығымен келіп отыр ғой. Остановить откашовка, приказывает товарищ Сталин», деді шеге дауысын қатайтып. Әдейі орысшалап. «От сондай саясат». «Ой-бұй», деп Торқа кемпір түйелерге қарай тұра жүгірді. «Ойбай жамандатқыр, емізіп қойдау ботасын. Әй, шу!» Жұрт қыран топан. Шынашақтай кемпір шаңдаққа қарай жүйткіп барады. Хансұлу да күлді. Даукес кемпірді бір ауыз сөзбен қашырған шегенің тапқырлығына іштей құлай риза болды. Жалғыз көш құмышын көп шарлады. Алғаш арттан қуғын сүргін болама деп бет алды қашты. Қуғын сүргін болмады. Содан бағытын шығысқа таман өзгертіп, күн-түн демей үдере тартты. Жал-жал құмдар таусылмады. 2 күн жүріп, 3-ші күні дегенде құм арасында бір жасыл жантақты шырмауықты шұқырға кезікті. Кідірді. Жүктерін түсіріп, 2 түйе, бір ботаны тұсап жантаққа жіберді. 2 көлік аттың да ер-тұрмандарын сыпырды. Көштегі адам саны да 2 еді. Бір еркек, бір әйел. Еркегі малды жайғап жүргенде, әйелі от түтетіп су қайнатты. Екеуінде де үн жоқ.
Екі кереге басын қосып жіберіп, лезде есек арқа күрке жасады. Сосын сол қуыс көркеде шүңкиіп отырып шай ішті. Ыстық шайдан маңдайлары жіпсіп, терлегеннен кейін ғана еркегіне тіл бітті. Сен үйді тіге бер, шаңырағын көтеріп берейін, мен құдық қазулы, деді. Рақатай, көсіліп отырып шай ұрттайтында күн туады екен ғой, деп шайға қанған ақсары келіншек жігітіне еркелеп, мысықтай керіліп, көрпеше үстіне құлай берді. Маужырап, есінеп, мол сәулелі тарғыл көзін бір ашып, бір жұмды. Бұл Балқия еді, жігіті Бұлыш, елді шулатып, етегінен ұстаған Бұлышы. Көзін ашса да, жұмса да көретіні Бұлыш. Шойын қара Бұлыш, түсі қалай сұсты болса, жаны сондай жұмсақ Бұлыш. Бүкіл жарық дүниеден жалғыз өзін ғана таңдап алып, өмірдің өзге қызығын тәрк еткен. Балқияға да осыдан артық өмірдің керегі жоқ, тек Бұлыш аман болсын. Қимылдайық, аттар шөлден қатты, жатуға болмас, деді Бұлыш жанында бұратылып жатқан келіншегінің назын іштей ұната отырса дағы. Кірпігін айқастырып, сәл миық тартып жатқан келіншегі көзін ашты. Жабайы мысықтың көзіндей. Жігіт жүрегі дүрсіл қақты. Келіншегінің мықынына көз тастады. Күркенің аңырайған есігінен төңіректі білеулеп қоршап тұрған орасан жайқын құм әлеміне көз жіберді. Піскен нандай қызғыш құм жалдардан жоғарыда далиған зеңгір аспан, түпсіз тұңғиық аспан. Сілтідей тұнған тыныштық, көптен ұмыт болған жанға жайлы тыныштық. Әлдеқайдан шегіртке шырылы естіледі, пыр-пыр пысқырады аттары. Балқия еснеп тағы да керілді. Жалаңаяқ жатқан кестелі етек ақ көйлектің етегінен толық ақ балтыры жарқырап шығып жатыр. Ұндай таза сусыма құмға жалаң өкшесі тиіп жатыр. Жігіттің басына қаны шапшыды. Жүрегі аласұрып, иығындағы шекпенін шеше беріп, Балқияның жүзіне назары іркілді. Ерні сәл-пәл шөліркей ашылып, дидары масаурай қалған. Ақ ұлпа бұғағы тұрымтайдың тамағындай бүлкілдейді. Бұлыш еңкейместен Балқия қарсы ұмтылды. Келіншектің тегеурінді құшағы жігіттің қабырғасын қаусатып жібере жаздады. Екеуі тар күркеге сыймай жалаң құм үстіне шығып кетті. Күз аспаны биік, тұңғиық, қанатын кең жайған тыныштық, шегірткенің шырылы әлдилеп тұр әлемді. Түс ауа Бұлыш пен Балқия тірлік қамына кірісті. Балқия бүй тігіп, Бұлыш ойпаңнан құдық қазып жатты. Құдық біткеннен кейін қақпан мылтығын алып, Бұлыш кішкентайынан үйренген кәсібі аң аулауға шықты. Бүгінде ел іші аласапыран, кеш болса жиналыс, қызыл кеңірдек айтыс, біреу құлақ, біреу құйыршық, біреу бадырақ боп жарғаласа да жатады. Ел кезген өкілге қарап аузын ашқан надан халық. Шегелер қашқан елді қуып жеткенде, Жылыбұлақта қалған ауылдың соңғы көрген өкілі баяғы Бұқабай Медиса еді. Бұқабай бұл кезде Бұқа деген лақапқа ие болған. Сол Бұқа Медисалықты қойып, ендігі жерде елге жол сілтейтін өкіл болып жүр. Ауыл арсы-күрсі кірпіш құйып жатқан. Намаздыгер намазшам шамасында хан төрткүл төбе тұстан солбырайған бір жалғыз атты сопайып көрінді. Өкіл екені білінді. Бұрынғы өкілдер арсы-күрсі екпіндетіп, құйындатып келуші еді. Мынау ат үстінде қалғып келе жатқандай. Ал бала, жүгір алдынан, мынау дәл Бұқаның өзі, деді жолға қарап тұрған Шәріп, ешкі сақалын умаждай түсіп. Қозбағардың түсі қашып кетті. Шыбын жанын қоярға жер таппай бебеу қақты. Сүріне аттап өкілдің алдынан шықты. Қайқы бел кәрі жирен үстінде бүгінде үрген местей орасан семірген кілбік көз қабан желке Бұқабай отыр. Көзі тарс жұмулы. Шынымен ұйықтап келе жатқаны ма? Екі иығынан дем алып жүгіріп жеткен қозбағар байғұстың ол сәлемінде алған жоқ. Бірақ оны арсатын қозбағар емес, дөкей қонақтың шылауына оратылып, ағалап, жайылып жастық иіліп төсек болды. Бұқабай онан ары ыңыранды, керіліп, созылды. Бала, жиналысты сходы өткізейік,
деді аттан бөксесін әрең сүйреп түсіп жатып. Бұрынғы бұқабай ма? Өкіл болғалы мінезі көрінеу өзгерген. Бала күннен көз көріп өскен қозбағарды танымайтын кісідей ерін ұшынмен әрең сөйлеседі. Ыңыранып, сараң сөйлеп, қозбағар пақырдың жанын қас қабақпенен ақ қуырып барады. Жақсы, жарайт бүке, деп қозбағар ышқынып тұра жүгірді ел жинауға. Бұқабай темекі шегіп, түтінін бұрқыратып шалқайып тұр. Так, жолдастар, жеке меншік, деп сөз бастады жұрт жиналғасын Бұқабай. Қазіргі біздің қас жауымыз жолдастар жеке меншік. Жеке меншігі көп адам бай құлақ, жеке меншігі шағын адам орташа, ал жеке меншігі жоқ адам қас батырақтың өзі. Оттак, социализмді кім жасайды? Сол батырақ кедей жасайды. Түсіндік бе? Оттак, тәртіп солай. Алғы қатарда отырған Шәріп алақанын шапаттап, әп бәрекелді, қандырдың ау құлағымның құрышын, пай-пай, деп айғайлап ұшып кете жаздады. Қайран жаңа заманның жастарай, жаса, бас, аяма. Так, сөйтіп Эдриттімәт, жеке меншікті жоймай, біз алға баса алмаймыз. Калашников солай деген, түсіндік бе? Жойылсын жеке меншік, сенікі, менікі болмасын, жасасын коллектив. Жұрт жапа тармағай қол соқты. Өкіл суық демін бір алып, көлдей орамалмен тершіген жалпақ шекесін сүртті. Жанында отырған қозбағарға еңкейді. Бала, бір шай ішетін мезгіл болдау деймін. Қозбағар ұшып тұрып жаңа өмірге бет бұрған жаңа жол ауылының атынан мазмұнды сөзі үшін өкілге үлкен алғыс айтты. Ақыл кеңес нұсқауларыңызды бұлжытпай орындаймыз, деді. Оңаша қалғаннан кейін өкіл қозбағарды қолтықтап, ал бала, енді бір дастарқаны кеңдеу үйге баста, деді. Қозбағар ойланып қалды. Өкіл бүйірден нұқып қойды. Бой жеткен қызы бар үй болсын, деп бұрс-бұрс күлді. Қозбағар тықыршып, тершіп кетті. Желкесін сипап, ойлана қалып бір кезде жүріңіз, деді. Жұмаш деген орта шаруа бар еді. Үйінде бой жеткен Нарқыз деген қызы да бар. Жұрт ірілігіне қарап Нарқыз атап кеткен. Қызы бой жеткесін бе, әйтеуір келді кетті қонаққа Жұмаш үйі бейілді еді. Өкілді Қозбағар сол ауыл арасымен солай бастады. Жұмаштың үйіне келді. Жұмаш аққұбаша арық кісі. Қолтығында жалтыр қарын бала. Қалбалақтап орыннан тұра берді. Төрге Нарқыз көрпеше жайды. Бүгін кірпіш құйып еді. Сондағы жұмыс киімін шешпеген екен. Етік, шалбары өзі ірі кісіге жараспай-ақ тұр. Өкіл қабағы кіртиіп, үрке қарап отырды қызға. Бір қаға берісте Қозбағарға қарап еді. Бұдан басқа үй таппадың ба? Дегендей реніші сезілді көзінен. Көмпейген Қозбағар қаңбақтай қозғалақтап кетті. Самауырды алып сыртқа шығып кеткен Нарқыз бір шама уақыттан кейін үйге қайта кірді. Үстінде төгілген қызылала шыт көйлек, белі тырсиған қоңыр мақпал камзол, өңірі малынған моншақ, білегі толған білезік, өзі жуынып таранған. Бұқа үй иесінің әңгімесін тарс ұмытып қызға қадалды. Түсі жылыды, кеудесіне жан кірді. Бұқа көп ұзамай ыржалақтап күле бастады. Қозбағардың жүрегі орнына түсті. Бұқа осы үйде түнеп, таңертең оны Қозбағар шығарып салуға келетін болып тарасты. Жұмаш дегенің бір жылауық соры қайнаған екен. Кеш бойы шаруашылығын айтып, жағдайын айтып, мезі қылды. Бұқабай қайтсын, қонақ болған соң лажсыз тыңдады. Бүгінде алым салықты айтып, жыламай отырған үй бар ма? Оған еті үйренген Бұқабайдың. Шашпауы сылдырап күлдіреп, Нарқыз төсек салу қамына кіріскенде, Бұқабай серпіліп, қатты қуанып кетті. Әйелдер төсек сала бастағанда, қонақ сыртқа шыға тұру лазым. Бұқабай бұлты бар қараңғы түнде сыртқа шыққан бойда деп көкірегін кере салқын ауа жұтты. Қынама бел, камзолды, сәл бойшаңдау, сәл ірілеу, бірақ аяқ қолы балғадай, қолын денелі бойжеткен қыздың әсем тұлғасы көз алдынан кетпей тұрып алды. Өзі неткен тәрбиелі, күн ұзақ тіс жарып бір сөз айтпадау. Шам сөніп, тас қараңғы үйде тыныштық орнады. Сыртқа шығып кеткен Нарқыз біраздан кейін оралды. Есікті ішінен ілдірді.
шолпысы сылдырап үйдің оң жағындағы салынулы төсекке жақындады. Кішкентай інісінің қасына жатуға ыңғайланды. Үйдің сол жағында әке-шешесі жатыр. Қонақ Бұқабай жалғыз өзі төрде ортада. Үй іші тас қараңғы болғанмен, Бұқабай үшін дүние жап-жарық тәрізді. Тас қараңғы үйде сырт киімін шешінген құлын мүсінді қыздың сұлбасын шыраматады. Жүрегі кеудесіне сыймай өрекпіп, танауға жеткен нәзік әтір иісінен таза мас болғандай Бұқабай. Қыз жып беріп төсегіне кіріп жатып қалды. Не қимыл, не дыбыс жоқ. Тынысы да сезілмей қалды. Бұқабайды өстіп жазалайын дегендей. Ауылдың о жақ бұжағынан иттер үріп қойып, ақыры олардың да жағына құм құйылды. Мұрны шуылдап отағасы мен әйелі тәтті ұйқы құшағына енгендей. Қыз бейне өліп қалғандай жым-жырт. Дәуде болса демін ішіне тартып Бұқабайды күтіп жатыр. Жаным-ай, неткен ақылды. Жылдай жылжып бір сағат әрең өтті. Қыздың әке-шешесі ұйқы арасында сандырақтады. Енді ұрып жатсаң да оянбас. Киіз үйдің жыртығынан сынық айнадай түнгі аспан көрінеді. Бұлт ыдыраған-ау. Бұл кезде Бұқабай талай тәтті қиялдарға шомып, қол созым жерде қимылсыз жатқан қызды енді құшақтап құшпаса, бұл өмірде зәрідей мағына қалмайтынына көзі жеткен. Сондықтан төсегінен шығып, қыз төсегіне таман төрт тағандап жылжыды. Ойын билеген арманы баяу тыныстап шалқасынан жатыр. Беті бері қарай бұрулы. Бір-біріміз жастықтан түсіп кеткен, білезікті сақиналы сол қолы көрпе сыртында болмашы көтеріліп басылған кеуде үстінде. Жақындап үңіле қарап, не істерін білмей шоқиып жүреліп отырды жігіт. Содан кейін қыздың қолын ұстады. Ып-ыстық екен. Оянсын деп қысыңқырады. Қыз оянды, басын көтерді, қолын тартты. Шошына қарағанын болжады Бұқабай. Не керек сізге? Деді қыз. Сөз саптасы қатаңдау. Абыржып қалды Бұқабай. Асаума деп қалды. Манадан берге ыстық сезіміне салқын су шарпығандай. Мен ғой, бұл шошымаңыз, деді дауысы дірілдеп. Масқарай, дырдай өкіл Бұқабайдың дірілдегені несі? Сіз болсаңыз қайтем, орныңызға барыңыз. Нарқыз, сізге айтпақ сөзім бар. Өзіңіз бой жеткелі осы бүгін көрдім де ұнаттым. Менің мақсатым сізді тәлкек қылу емес, сіз қаласаңыз өмірлік жар ету. Ол ой қашан кірді басыңызға? Ол ой бұрыннан да бар ғой, бүгін сізді көргесін анық шештім, деп абдырады Бұқабай. Асықпаңыз, ойыңыз пісе тұрсын, шыдаңыз, өмір бойы өкініп жүрерсіз, әйтпесе, деді қыз. Даусында әзілі де, кекесін де қоса байқалды. Бұны Бұқабай қыздың беті бері қарағандығы деп ұқты. Енді тек уәдені көлейтіп, ең болмаса құшақтап, сүйіп бір шер тарқату керек. Құрбым, шыным осы. Бір қызды бақытты етуге Бұқабайдың құдіреті жетеді. Тек мені бетімнен қақпаңыз. Беттен қақпағанда не істе дейсіз? Түк те істеме қалқам. Осылай мұнтиып отырсаң болғаны, деп Бұқабай қапсырып құшақтай алды қызды. Қыз қапелімде мойнын олай бір, бұлай бір бұрғаны болмаса тырп ете қалмай қалды. Ғашығым, жаным, деп қабан желге Бұқабай нарқызды ұмар-жұмар бауырына басып, мойыннан, алқымынан өліп өшіп сүйе бастады. Шөлдеп ындыны кеуіп қалғандай. Жіберіңіз, деді нарқыз сыбырлап. Бұқабай одан бетер екілене түсті. Мен аламын, үйленемін, деп бастырмалата сыбырлай жан таласып, қызды жастыққа құлатып, омырау астына алды. Бір ғажабы қыз айғайлар емес, үнсіз қарсыласып, бұны кеудеден итеріп көтеріп барады. Қолдары неткен қарулы. Оң қолымен Бұқабайды иектен тіреген. Бұқабай енді төсімен қыздың толық омырауын езгілейін деп қанша ұмтылса да, иектен тіреген тегеурінді білек оның басын шалқайтып, кейін қайырып барады. Ендігі жерде екеуі үнсіз қасарысып тіреседі. Білекке білек айқасып қалған. Қыз біртіндеп бұны кеудесінен ысырған сайын Бұқабайды намыс өртеп барады. Ойпырмай, бір қызға әлі келмегені ме? Ызаланып басын шайқап қалды. Қыз қолы иегінен тайып кетті де Бұқабай екпінімен алға құлады. Қыз бұлқып төсектен шығып кетті. Бұқабай белден құшақтай алды. Бұқабайдың аяғы ербең етіп былқ еткен бірдеңені басып кетті.
бала шар етті. Қызды төсекке қарай тарта берген Бұқабайдың маңдайына әлдене сарт етті. Көзінің оты шықты. Сол күйі өз төсегіне секірді. Бала жылап қараңғы үйді басына көтерді. Нарқыз інісін жұбатып жатыр. «Не болды, Нарқыз?» деп шешесі оянды. «Ештеме емес», деп шолақ жауап берді қыз. Қозбағар байғұстың түнімен кірпігі ілінбеді. Таң қараңғысымен ақырын тысқа шықты. Назары еріксіз Жұмаш үйіне ауды. Өкілдің қайқыбел жирені үй сыртында байлаулы тұрған еді. Қараса, ат орында жоқ. Зәресі зәр түбіне кетті Қозбағардың. Құрыды деген осы. Жұмаш үйіне қарай бүлкілдеп жүгірді Қозбағар. Кенет кілт тоқтады. Қараса, сонау ауыл алдындағы қабаққа тырмысып, атын қамшылап, ентелеп біреу барады. Қозбағар шұқшия кеп қарады. Қараса, сол өкілдің өзі атын қамшылап зытқып барады. Сол күні жұмыс басында Жұмаш бұған: «Үйге қонаға келгеніңе қарсылығым жоқ, інім. Бірақ сен кешегідей үйге бұқа әкелгенді қой», деді. Қозбағар ұяттан жерге кіріп кете жаздады. Соңғы күндері шеге үйге түн баласы кешеуілдеп келуін жиілетті. Шам сөнген шақ, Жайбасқанның ірге жағында жатқан Шәріп көзі іліне берген еді, күңгірлеген бір үннен оянып кетті. Жайбасқан әйелі екен. «Сен осы не ойлап жүрсің? Балаң болса ер жетті», дейді. Ұйқысы шайдай ашылған Шәріп шоқша сақалын тұтамдап, жаман үйдің жыртығынан жылтыраған жұлдыздарға қарап ойланды. «Комсомол болғасын қайдан білейік? Өзі білер деп жүрген бізде», деді. Жайбасқан күрсінді. «Балаң ендеше бүлдіріп жүр. Өзі білгені сол болса», деді. Шәріп жастықтан басын жұлып алды. Жайбасқанға қарап ажырайды. Жайбасқан ана ұрғашымен байланысып жүрген көрінеді. «Торқа апамыз кеп бүгін тағы бұрқылдап кетті», деді. «Әй кіспұрыш», деп Шәріп баласынан түңіліп басын шайқай берді. «Осы кіспұрыш бір нәрсені бүлдірмей неғып жүр деп өзімде тура ойлағаным келді. Қайда өзі? Әй кіспұрыш, қайда жатырсың?» «Үйде жоқ. Міне түннің бір уағы болды». Елсіз жазыққа шығып, қос атты сыдыртып келеді. Темірқазықты маңдайға алып, соқтырта тартады. Екеуі де үнсіз. Ғұмырында мұндай көңілді сапарды көрген емес Хансұлу. Бойын ағарып атқан мына таңдай уыз сезім билейді. Көз алдында керлі боянған кер дала келбетіне соқтанып қарайды. Неткен кең, неткен ғажайып дүние. Қылт етіп айтақырдан сызып киіктер қашады. Пыр етіп аяқ астынан бұлдырық ұшады. Күн шыға шөпке жабысқан боз қырау еріп, жылт-жылт етіп ат шашасын жуа бастады. Сәскеге таман бір ырғақ жүрістен Хансұлуды ұйқы қыса бастады. «Қой, ұйқың келсе демалайық, ат шалдырайық», деді шеге. Хансұлу қарсы болмады. Елсіз бір жарқабақтың күнгөй бетіне іркіліп, шөбі от сайтабанға аттарды шідерледі. Қараған ығына көрпеше төсеп, қоржынды басқа жастап, екеуі киімшең қисайып, көз шырымын алуды ойлады. «Ұйықтайық, көз ілдірейік», десті. Бірақ әлгінде есінете берген ұйқы жатқасын шайдай ашылды. Шеге тас қып құшақтап алды қалыңдығын. Хансұлу үстінде белін үзілдіріп түрмемен ораған қырмызы камзол, зәгіран шалбар сымдай созылып жатыр еді. Жігіт құшағынан босағысы кеп, қайқы кірпігі дір етіп қабақ шытты. «Сұлу», деді шеге күліп. Сұлу үндемеді, сүзіле кеп қарады. «Бүгіннен бастап екеуміз енді ерлі зайыптымыз». «Оны кім айтты саған?» деді Сұлу кекеткендей. «Мен айттым». «Ерлі зайыпты деп некесі қиылған жандарды айтады, есіңде болсын». Шеге сөзден жеңілді. Ұйқы келмегеннен кейін екеуі атқа қайта қонды. Хансұлу мен Шегенің аудан орталығы Нарқамыстағы ерлі зайыпты өмірлері ерекше тату тәтті басталды. Шеге мекеменің жылқысын бағады. Кешкісін Кеншеге екеуі ликбезде оқиды. Бірін-бірі жарты күн көрмесе сағыныштан өле жаздайды. Хансұлу өзіне беймағұлым жаңа Шегені көргендей. Ер азаматқа тән асыл қасиеттің бәрі осы Шегенің бойынан табылғандай. Ал Шегеде тіпті жан жоқ. Дүниедегі ең сұлу көп жұлдыздың ішіндегі жарқыраған шолпанын алғанына мәз.
Аты аңызға айналған Хансұлу шегенің жары. Бірақ не үйі, не күйі жоқ екенін ойлай бастаса болды, берекесі кете бастайды. Бұлар пәтер жалдаған. Хансұлуды үй, күйі, қызметі бар, қалаша шаш қайырған бір соқиттың көзіне түсіп қалама деп қауіптенеді шеге. Аудан басшылары мінетін жылқыларды бағады. Өріске кетсе, қашан үйге жетіп, Хансұлудың әсем тұлғасын өз көзімен көргенше көңілі көншімейді. Басына сан сапақ ойлар кіреді. Бүгін ауылдың өзен жағынан келді. Аспан сірескен бұлт. Кеше ерте үйрілген. Өрістен мал қайтып, ауыл іші апақ-сапақ қарбалас. Есік алдында Хансұлу көрінбейді. Шеге жылқыны қораға қамап тастап үйге қарай беттеді. Жаяу, аяғында ауыр етік, үстінде қалың күпі. Белін қайыспен буған. Жел қаққан өңі түтіккен тұнжыраңқы. Керен кемпірдің жыпырайған тамы ауылдың өзен жақ шеті еді де, бұл қазір соның төмен қора жағынан келе жатты. Үйдің ар жағы көше. Кенет сол көшеде үй тасасында тұрған мәшиненің тұмсығын көрді. Мәшиненің есігіне жақындап еңкейген Хансұлуды көзі шалды. Шеге қалт тоқтап, ес жиып үлгіргенше, мәшине ішінен бір жігіттің басы қылт етіп Хансұлуды қолтығынан көтеріп ішке тартты. Шеге тұрған жерінде сілейді де қалды. Бір сәтке құлағы тас бітелгендей. Беті дуылдап кетті. Бұрын соңды бастан кешпеген бір дүлей сөзім жан жүйкесін өрттей шарпыды. Санасына у боп құйылды. Сөйткенше гүр етіп мәшине қозғалды. Әлгі сезім улаған шегеге Хансұлу қазір дүниедегі ең ақымақ, дүниедегі ең жеңілтек шүйкебас боп көрінді. Осындай шүйкебасқа үйленген дүниедегі ең ақымақ еркек те өзі боп көрінді. Төбесіне аспан құлап түсіп, аяқ асты жер жылжығандай. Осы оймен ауызғы үйге, одан солбырайып ішке кірді. Сорайып пеш жанында іркілді. Үйдің бір бұрышын бөліп тұрған қызылала батсайы шымылдыққа қарады. Осы шымылдық іші жалғыз-ақ төсек сиятын ұжымақ ұяда еді. Сағынышты ыстық құшақтары жалындап қауышатын небір шырын сөздер айтылып, сезім шәрбатынан ұрттап, бақыттан талай басы айналған жар төсегі еді. Енді соны өрт шалғандай. Ақ сезімі алданғандай. Ыңыранып қиналып, жаны ауырды. Алашаның бір шетіне сылқ түсіп отыра кетті. Жаралы болған жыртқыш аңдай ызалы ыңыранады. Сөйтіп отырғанда шоланға екпіндеп біреу кірді. Іле есік ашты. Шеге деп мәз-майрам екі беті балбырап жанып үйге Хансұлу кірді. Көңілді. Әрине, оқыған жігіт қолтығынан ұстағасын көңілденбей қайтсын. Шегеде үн жоқ, тырсиып отыр. Шеге қызық болды. Мен мәшинеге міндім деп елеуреп саңқылдап күліп хабарын айта бастады Хансұлу. Бөлме іші алакөлеңке еді. Хансұлу шегенің түтіккен түрін байқай қоймаса керек. Деп қозғалған кезде қорыққанынан бір селтиген темірді ұстай алыппын. Болмайды деп баж етті Ибрагим. Құрысын, сөйтсем ол әлгі мәшинені жүргізетін темір екен. Қайдан білейін, Ибрагимнің күлкіден ішек сілесі қатты. Ибрагим деп тұрғаны Калашниковтың мәшинесін айдайтын қала модысымен шаш қайырған татар жігіті. Білмейтіні жоқ, пысық. Белгілі болды сыңғырлаған күлкінің төркіні. Өзіне мәшине де, Ибрагим де ұнап қалса керек. Мал баққаннан басқа білері жоқ, шегені қайтсын. Шеге, не болды? Неге үндемей отырсың? Деп Хансұлу бір кезде бұның алдына кеп жүресінен отырағап, бетіне үңілді, күліп қарайды. Күлгені бұны табалағандай болды. Шапалақпен жақтан осып кеп жіберді. Шегенің қолы қатты еді. Шапалақ шарт ете түсті. Хансұлу шалқалап барып, екі қолымен жер тіреді. Үй іші күңгірт болса да, Хансұлудың жарқ ете қалған көзін көрді. Оң жағын басып, бүк түсіп, бүгіле берді. Бір кезде шарасынан шыға ашу бүріккен отты көзін оқшағадап, «Не болды?» деді жан дауысы шырқырап шығып. «Білмейсің бе не болғанын?» деп қарсы ақырды шеге. Білмеймін деп ышқынып жіберді Хансұлу. Сөйтті де үйден ытқып шыға жөнелді. Жай кеткен жоқ, жынды деп есікті тарс жауып кетті. Үйге кіріп келе жатқан керен кемпірмен таршоланда қақтығысып қалды. «Көтек құдай зекет»
деп шошып кеткен кемпір алақтап есік алдында сәл бөгелді. Содан кейін ішке кірді. Үй іші қараңғы еді. Ибай-ау, Құдай, зекет, бұларың не, шам жақпағандарың, деп қайран қалды кемпір. Балам-ау, бұларың не, деп пеш жанында күйбелеңдеп сіріңке іздеуге кірісті. Шеге үнсіз. Осы сәт қараңғы бөлме іші тар қапастай көрінді. Тұра ұмтылды бұл да сыртқа. Есік алдына шыға келсе, ымырт үйіріліпті. Ызғарлы желемектеу мазасыз түн. Көрші қолаң қораларына малдарын қамап болып, әр қайсысы жылы ошақ бастарында саябыр тапқан шақ. Сыртта жалғыз ғана Шеге. Осы үйдің ала күшігі Шегенің мұңына ортақтасқандай қасына келді. Құйрық бұлғақтатты. Кемпірдің жыңғыл шарбағының төңірегінде ешкім көзге шалынбады. Шеге Хансұлуды іздеді. Бірақ келіншегі жым-жылас жоқ. Жігі айырылып қақыраған дүние одан сайын қақырай түскендей. Ойы құйындай ұйтқып, не істеп, не қойғанын білмейді. Бір кезде қараса, сол бұрайып шарбақты орап өтіп өзенге беттеп келеді екен. Ала күшік жігіттің мүшкіл қалын түсінгендей селтең қағып қасында келеді. Ұйтқыған жан құйыны кем-кемдеп толас тапқан шамада бүгінгі оқиғаны ақыл тарасына салып ойлай бастады. Шеге кенет іркіліп аспанға қарады. Төбені бүркеген түн, ауыр бұлт бар. Іркілген себебі басына бір сұмдық ой келді. Ешкімде емеспін мен, революционер де емеспін, комсомолда емеспін, жаңашыл жаста емеспін. Ескілікпен айқасқаны рас, бірақ одан жаңашылда болып жарытпаған екен. Бір байғұс жандайшаппын деген сұмдық ой келді. Иә, жандайшап. Бұны алдыңғы қатарлы жас деп ізіне ерген Хансұлуды аяп кетті. Жанын өкініш оты шабақтады. Хансұлу деп дауыстап, бүлкілдеп жүгіре түсті. Отырағап үңілді. Түк көрінбейді. Әлде таныс келіншектерінің бірінің үйіне кетті мекен? 10 шақты күннен бері Хансұлу қоймада тұқым тазалайтын бригадада істеп жүрген. Әй, бірақ өйтуге түн жамылып баруға намысы жібере қоймас. Жүгіре басып кемпірдің қорасын, шарбағын, үй сыртын тағы бір айналып шықты. Хансұлу деп сұңқ ете қалады. Қатты дауыстауға естіп қойса жұрттан ұят. Үй төңірегінен таба алмай өзен сайға қарай бүлкілдеді. Күшігі де ереуілдеп үріп, шәуілдеп қалмай келеді. Бұл жолы өзеннің тура жағасына дейін барды. Ойы сансаққа жүгіреді. Кім біледі? Өмірде маңдайынан жан шертіп көрмеген Пахрадиннің Еркебұлан қызы ашу үстінде суға секіріп кетті ме? Отырып қарауытып жатқан су бетіне үңілді. Жым-жылас, тым-тырыс. Хансұлу деп тағы дауыс шығарды. Мелшиген түн, мелшиген өзен аңғары. Қоймалжың қараңғы Хансұлуды жұтып қойғандай. Әлде өзеннен өтіп ап елге тартты мекен? Төңірегінде селтеңдеп жүрген күшіктің дауысы өше қалған. Бір кезде өзеннің жоғарғы жағынан үргені естілді күшіктің. Әне-міне дегенше арсалаңдап жүгіріп жетті. Көрінеу қуанып, құйрық бұлғап аяғына оралды да дереу келген жағына қарай қайта жүгірді. Шеге соңынан жүгірді. Құмсақ болушы еді жағалауда. Құмсақтың дәл ортасында шоқиып отырған кісі тұлғасын көрді. Жақындай түссе, ақжаулығы қылаңытып теріс қарап отырған Хансұлу бетін құбылаға беріп намаз оқыған молдадай шоқиып отыр. Келіншегінің табылғанына қуанып кетті Шеге. Ақырын келіп жанына тізе бүкті. Жағаға шылп-шылп соғып жем жатыр. Аздап уыл жел бар. Екеуінде де үн жоқ. Ала күшік ауф деп қояды, бұларға қарап жалтаңдап. Сұлу, деді Шеге, тілі әлден уақытта әрең шешіліп. Хансұлу былқ етпеді. Түн ішіне қарап бездейіп отыра берді. Жә, айып менен, деді Шеге. Хансұлу тас керең. Үйге барайық, тоңған шығарсың, деді Шеге. Осы арада келіншегіне тіл бітті. Жаның ашымай-ақ қойсын, деді жұлып алғандай. Отыра береміз бе сонда құла дүзде? Кетемін, сенімен тұрмаймын. Түн ішінде ме? Ертең кетерсің, күн шыққасын. Хансұлу тырсиып отыр, дыбыс жоқ. Біреудің мәшинесіне мініп, жаулығың желпілдетіп бара жатырсың, бұны қалай түсіндік? Сол-ақ екен, Хансұлу дүрсе қоя берді. Өзің емес педің әйел мен еркек тең деп, слобода деп айғайлап жүрген. Мәшинеге мінгенің үшін мен сені соқсам қайтер едің?
Шеге деп тосылып біраз отырды. Хансұлудың айтқаны шындық еді. Насихаттыңқырап жіберген теңдігі бүйтіп бір күні өз шекесіне тиер деп ойламаған ғой. Жаман қиналды, не дерін білмей ызалана бастады. Ал неге үндемейсің, деді Хансұлу әдейі қажап. Шеге бұрқ етті. Сен деді, менің әйелімсің бе, әлде сол Слободаның әйелісің бе, соны айтшы сен. Сенің әрине. Ендеше сөзді доғар, деді Шеге. Хансұлу жасқанғандай үнсіз қалды. Содан екеуі тымырайысып ұзақ отырды. Ала күшік бұлардың ұрыстары қашан бітеді дегендей құмға иек төсеп жатып алған. Ауыл жақтан кемпірдің «Хансұлу, Шеге» деген айғайы шықты. Сүйретіліп екеуі де орындарынан тұрды. Үн-түнсіз үйге қарай жүрді. Ала күшік қуанып кетіп шауып ала жөнелді ауылға қарай. Менің қымбатты тыңдармандарым, қазақ тілінің дамуына үлес қосып, менің каналыма тіркеле отырыңыздар, комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар, және де таныстарыңызға жіберуді де ұмытпаңыздар.